Баршаға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, әрі асқазанға да жеңіл болатын және де тез дайындалатын кешкі ас мәзірімен бөліспекпін. Ол үшін ең алдымен керек заттарымыздың барлығын тұрып дайындап алатын боламыз. Және де қызып тұрған қазанымызға осылай бір ожау май құямыз. Және де осылай ұсақтау етіп тұратылған етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Міне етімізді 2-3 минут қуырып, үстінен сарымсақты салып, оны да жақсылап қуыратын боламыз. Міне осылай қып-қызыл әдемі болып қуырылған соң, үстінен пиязымызды саламыз, және де пиязымызды да сарғайғанша әдемілеп қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылып болған соң, үстінен осылай кез келген томаттың түрін қолдансаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Және де осылай қуырып болған соң, үстінен 2 ас қасықта ұн салатын боламыз. Міне ұнымыздың үстінен дәміне қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Және де үстінен осылай қайнап тұрған 1 стакан суымызды құямыз. Қалауларыңыз бойынша кішкене сұйықтау болсын десеңіздер 2 стакан қосып жіберсеңіздер болады. Және осылай жай отта еті піскенше қайнататын боламыз. Келесі кезекте бізде пюресін дайындайтын боламыз. Ол үшін картошкамыздың барлығын ашып дайындап, осылай турап қайната алатын боламыз. Картошканы қайнатып жатқан кезде осылай тұз қосып жіберсеңіздер болады. Тұзы сіңімді әрі дәмді болып шығады. Келесі кезек бізде осылай күріш пен вермишельді бірге араластырып қуыратын боламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құямыз, және де үстінен осылай вермишелімізді салып қуыратын боламыз. Міне бір келкі осындай сап-сары әдемі болғанша қуыратын боламыз. Және үстінен күрішімізді салып, тағы да осылай кішкене қозғап жібереміз. Міне жақсылап араластырып, үстінен тұз саламыз. Тұзды да жақсылап араластырып, үстінен осылай 2 стакан су құятын боламыз. Суы тартылғанша бетін жауып қайнатамыз. Міне суы тартылған соң осылай бет жағының барлығын араластырып жібереміз. 15 минутқа демдеп қоятын боламыз. Міне піскен картоптарымыздың барлығын сүзіп аламыз. Үстінен кез келген осындай сары май немесе сливочный масло қосып жіберсеңіздер болады. Міне картошкаларымызды жақсылап езіп, пюре жасайтын боламыз. Егер пюреңіздің кішкене сұйықтау болғанын қаласаңыз, өзінің жаңағы қайнатылған суынан аз ғана осылай қосып жіберсеңіздер болады. Өйткені бұның суы таза. Бұны ашып, жақсылап жуып, сосын барып қайнатқан болатынбыз. Міне пюреміз дайын.
Міне біздің осымен асымыз дайын, құрметті көрермендер. Қалауларыңыз бойынша осылай сәндеп әрлеп дастархандарыңызға тартсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Осымен біздің өте жеңіл болатын кешкі асымыз дайын. Баршаңызға ас болсын, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.